Саламатсыздар ма? Мен Сулейменова Бақтыгүл Керейқызы, София Тайбаева атындағы Атырау мұнай және газ университетінің аға оқытушысы. Физика 2 курсынан бүгінгі лекциямыздың тақырыбы жарықтың интерференциясы. Бүгінгі қарастырылатын сұрақтарымыз жарықтың табиғатына көзқарастың дамуы, жарықтың интерференциясы, интерференциялық бейнелерді бақылау, әдістері, интерференцияның техникада қолдануы. Енді осы сұрақтарға қарастырамыз бүгінгі лекциямызда. Яғни 17-ші ғасырда физикада жарық туралы екі теория дамып қалыптасты. Біреуі Ньютонның өкілі Ньютон, яғни ол Ньютон көзқарасы бойынша жарық дегеніміз жарық көзінен жан жаққа кететін бөлшектер, корпускулалардың ағыны. Яғни жарық электромагниттік толқын екенін білеміз. Яғни ол электромагниттік толқындар, яғни жарық толқындары, соның ішінде корпускула түрінде тарайды деп қарастырған Ньютон. Ал екінші көзқарас, Гюйгенстің көзқарасы, барлық денелердің ішіне өтетін ерекше орта эфирде таралатын толқындар деп қарастырған. Яғни біреу корпускулалық, бір ағым корпускулалық ретінде қарастырса, электромагнит толқындарды, яғни жарық толқындарын, ал екінші Гюйгенс көзқарасы ол толқын түрінде қарастырды. Енді жалпы бұл жерде толқындық оптикада біз 4 құбылысты қарастырамыз ғой. Интерференция, дифракция, поляризация, дисперсия деген. Осы құбылыстардың оны зерттеу нәтижесінде, тәжірибе жасап зерттеу нәтижесінде бірінші Гюйгенстің көзқарасы жеңіп шықты ол кезде. 18-ші ғасырда, 18-ші ғасырда, 19-ші ғасырда Гюйгенстің көзқарасы қарастырды. Электромагниттік толқын, яғни жарық дегеніміз бұл толқындар ретінде қарастырылды. Экранда жалпы күңгірт ашық жолақтардың кездескесі орналасуы бұл интерференция құбылысы. Яғни кеңістіктің бір нүктесіне екі немесе бірнеше жарық толқындар кездескенде, олардың бірін-бірі күшейту немесе әлсірету құбылысын жарық толқындардың интерференциясы деп атаймыз. Яғни бұлардың кеңістіктің бір нүктесінде кездескен толқындардың фазалары бірдей, және бұл толқындар бір-бірін күшейтеді. Фазалары сәйкес келетін болса, ал енді фазалары қарама-қарсы келетін болса, ол толқындар бір-бірін әлсіретеді екен. Яғни әлсіретіп минимумдар пайда болады, күшейтіп максимумдар пайда болады екен. Әртүрлі жарық көздерінен шыққан жарық толқындары кездескенде интерференция құбылысын бере алмайды. Мысалы, екі лампадан, шамнан тарап келе жатқан жарық толқындары, олар интерференция құбылысын бермейді. Ал енді себебі біздер білеміз, геометриялық оптика тақырыбы бойынша өткен лекцияда жарықтың тәуелсіз таралуы деген. Әртүрлі жарық көздерінен шыққан жарық толқындары тәуелсіз таралады деп. Енді олардың құбылысын бермейтін себебі, интерференция құбылысын бермейтін себебі, олардың фазаларының айырымы уақыт аралығында тұрақты бола алмайды. Фаза айырымы тұрақты болу керек интерференция болу үшін. Және бұл интерференция құбылысы болу үшін тағы бір шарттың бірі бұл когеренттілік. Когеренттілік, монохроматтылық деп айтамыз. Жарықтың интерференцияны бақылау үшін осындай шарт орындау керек. Ол толқындар когерентті болу керек, монохроматты болу керек деп. Енді негізгі принциптеріне тоқталатын болсақ, интерференцияның бұл суперпозиция принципі, яғни жарық толқындары өзігінен өзара әрекеттесіп жаңа толқынның пайда болуы. Екінші принципі когерентті толқындар болуы. Яғни тек қана когерент интерференция, тек қана когерент толқындар болғанда ғана, толқындар когерентті болғанда ғана пайда болады екен. Үшіншіден фаза айырмашылығы, яғни фазадағы айырмашылық интерференцияның туындатады. Төртіншіден интенсивтіліктің өзгерісі. Интерференция нәтижесінде жарықтың күшейеді, жарықтылық,
банағы не немесе әлсірейді деп айтамыз. Яғни максимум минимумдардың пайда болуы. Енді жиіліктері бірдей, фазалар айырымы тұрақты, бір жазықтықта, бірдей бағытта тербелетін толқындарды когерентті толқындар дейміз. Бағана интерференция болуының шартының, яғни принципінің бірі осы когерентті толқындар деп қарастыратынбыз. Яғни жиіліктері немесе толқын ұзақтары бірдей болып, фаза айырымы болу керек. Осындай толқындарды шығаратын жарық көздері де когерентті толқындар болып, көздер болып есептеледі. Ал енді когерентті толқындарды интерферометрдің көмегімен аламыз. Ең қарапайым түрі бұл бір жарық көзден шыққан жарық толқындарын екіге жіктеу болып табылады. Енді когерент жарық толқында интерференцияны қарастырсақ, кеңістіктің бір нүктесінде жиіліктері бірдей, екі когерентті жарық толқындары келсін дейік, яғни жарық толқындар таралсын дейік. Олар мынандай теңдеулермен беріледі дейік. Мына бірінші бағана толқын, соның формуласы y1 амплитуда, яғни y1 деп отқанымыз бағанағы жолы геометриялық сәуленің, ал a1 деп отқанымыз амплитудасы, φ1 яғни фазасы, косинус φ1 деп қарастыратқанбыз. Одан кейін φ1-дің орнына бағана амплитуда және косинус омега-т плюс φ1 дейміз. Я болмаса бағанағы мынау фазасы косинустың астындағы. Енді екінші сәуле y2 бағана геометриялық жолмен, яғни сәуленің жолы y2 деп қарастырылады. Мұнда да бағана амплитудасы a2 деп қарастырыламыз екінші сәуленің. Енді қорытқы өріс осы екі сәуле кеңістікте бір-бірімен тоғысады немесе бір-бірімен кездесіп, екеуі қосылады дейік бағанағы. Яғни суперпозиция принципі жүреді. Немесе суперпозиция принципі бұл қабаттасуы кеңістіктегі бағана толқындардың. Міне сонда екеуінің кездесіп қабаттасқан кезде теңдеуі осы формула, яғни амплитуда қосылады. Бұл қорытқы тербелістің амплитудасы мына формула бойынша анықталады деп қарастырамыз. Ал енді қорытқы тербелістің амплитудасы бір жағынан тұрақты болады. Және бұл амплитуда бағанағы екі амплитуданың бағанағы айырымы, бір жерде әлсірейді амплитуда, енді бір жерде бағанағы бірінші, екінші сәуле амплитуда қосылады, яғни максимум болады деп қарастырамыз амплитудасы. Қорытқы амплитуда солардың аралығында жатады, максимум минимум болған. Енді фазалар айырымын қарастыратын болсақ, фаза айырымы 0 бағанағы 2π 4π бол, яғни жұп болса, онда бағанағы фаза айырымының, яғни косинусы 1-ге тең болады екен, плюс 1-ге. Толқындар бұл да жағдайда бір-бірін күшейтеді, яғни максимум пайдалады. Амплитудалар бір-бірімен қосылады. Егер де фазалар айырымы мынандай π, 3π, 5π, 7π деген бағанағы тақ болатын болса, онда бағанағы олардың фаза айырымының косинусы минус 1-ге тең болады да, толқындар бір-бірін әлсіретіп минимум болады екен. Бағана әлсірету, яғни минимум шарт орындалады, амплитудалар бір-бірінен азайтылады. Енді интерференция қосының максимум минимум болу шарттарының қабаттасатын толқындардың оптикалық жолдарының айырымына қалай байланысты болатынын қарастырайық. Яғни S жарық көзі дейік, сол жарық көзінен шыққан жарық O нүктесінде бағанағы 2-ге бөлініп, сыну көрсеткіштер N1, N2 болатын әртүрлі орталар арқылы S1, S2 жол жүріп экранға жетеді дейік. Осы жарық толқындарына оптикалық жолдарының айырмасын қарастырайық, айырымын. Бана екі сәуленің жүрген жолдарының теңдеуі мына жерде. Енді мына жерде омега-т, сосын омега яғни омега S1, жақшаң іште S1 бөлінген V1 деп отқанымызда, уақыт қой болды да, сонда осындай қылып жазатын болсақ, Y2 мына формуласын, екі сәуленің жүрген жолын. Онда фазалардың айырымы мына формула түрінде болады екен. Мына формула түрінде жазамыз, фаза айырымын қарастырайық. Енді фаза айырымы осының ішінде бағанағы енді омега-т мен омега-т бір-біріне алынып қалады ғой. Сонысын жарық жылдамдығының фазалық жылдамдыққа қатынасы сыну көрсеткішін беретін білеміз. Сондықтан осыдан V1-ді табатын болсақ, жарық жылдамдығының
бірінші ортаның сыну көрсеткішіне тең. Ал бірінші сәуленің екінші фазалық жылдамдық с бөлінген n2 деген екінші ортаның сыну көрсеткіші деп қарастырайық да. Сонда фаза айырымы мынаған тең болады деп қарасаңыз. v1, v2-ның орындарына формуласын қойсақ, онда фаза айырымы мынаған тең болып қалады. Мынандай формула түрінде жазылады. Енді осындағы оптикалық жолдар айырымы дегеніміз дельта деп белгілесетін болсақ, онда L2 мұндағы S2 мен сәуленің жүрген жолмен сыну көрсеткішінің көбейтіндісі, сосын L1 бірінші сәуленің сыну көрсеткішімен жүрген жолының көбейтіндісінен тұрады. L1, L2 деп отқанымыз олардың оптикалық жолдары болатын болса, ал мынау S1, S2 жарық толқындарының геометриялық жолдары. Енді фаза айырымы мына жердегі омега бөлінген с дельта деп қоямыз. Яғни мына жердегі лямбда 1, лямбдай кешіресіздер. L1, L2-ден L1-дің айырымы бізге дельтаны береді оған. Мына жерде дельта. Сонда формуламызға қойған кезде фазалар айырымының формуласын қараңыздар. 2 омега деп отқанымыз 2π нью, ол с, дельта 2π не дегеніміз с бөлінген, нью бөлінген с деп отқанымыз, ол 1 бөлінгенді лямбданы береді. Сөйтіп орындарына қойып келіп, дельтаны, егерде дельтамыз оптикалық жолдарымыздың айырымы плюс минус к лямбда 0-ге тең болатын болса, к деп отқанымыз ол яғни реті максимумның немесе минимумның реті дейміз. Егерде осындай болатын болса, онда к дегеніміз өздеріңіз 0-ден шексекке дейінгі бүтін сандар. Онда алынған нүктеде толқындар бір-бірін күшейтеді. Егерде жол айырымы, оптикалық жол айырымы тақсандарына, толқын ұзындығының тақсандарына тең болатын болса, онда толқындар бір-бірін әлсір етеді, интерференциялық минимумды көрсетеді. Яғни интерференциялық максимум шарты дегеніміз, ол мынандай түрде жазылады сонда. Мынандай түрде фаза айырымы мынаған тең болады. Яғни тербеліс бір фазада болады, немесе синфаза деп айтамыз ғой, бір фазада, яғни фазаларын тұрақты болып келеді, сол бір фазада тербеледі. Ал енді интерференциялық минимум шарты, оптикалық жол айырымы толқын ұзындығы, жарты толқын ұзындығының тақсанына тең болады да, тербелісіміз онда тербеліс фаза айырымы да тақ болады, тербеліс қарама-қарсы фазада тербелетін болады. Немесе максимум шарты деп бұлай қарастыруымызға болады, келе жатқан бір-біріне фазасы бойынша сәйкес келеді, екі толқын келе жатқан. Ал енді мынандай түрде жазуға болады, яғни фазалар бір-бірін сәйкес келеді, олар бір-бірін күшейтіп жатқан кезде, максимум шарты. Ал енді минимум шартында фазалары қарама-қарсы келіп тұр, яғни бір-бірін әлсір етеді толқындай. Яғни толқындар жүрісінің айырымы жартылай толқын ұзындығының тақсанына тең болып, минимум шартын береді екен осындай. Енді осылай когерент толқындардың қабаттасуының салдарынан кеңістіктің әрбір нүктесінде жарық интенсивтілігі күшейіп, не бәсеңсіп, уақыт бойынша өзгермейтін орнықты бейнесін алатын болсақ, бұл бейнені интерференциялық картина деп қарастыруымызға болады. Яғни жарық интерференциясы береді. Бұл бейне алынған интерференциялық бейне, немесе интерференциялық картина деп айтамыз. Бұлар интерференциясын, жарықтың интерференциясын береді. Яғни орнықты интерференциялық суретті алудың негізгі шарты жарық көздерінің когерентті болуы екен. Жарықтың шығуы жекелеген атомдарда өтетін процестермен байланысты болғандықтан, табиғи жарық көздері бір-біріне ешқандай когерентті бола алмайды. Себебі оны енді келесі алдағы уақытта жарық көздерінің қалай пайда болып, олардың атомдардың шығаратын білеміз. Сондықтан әрбір атом өздерінде болатын жарықты өздеріне шыққан кезде түрлі уақытта шығарылады. Сондықтан олар когерентті болмайды. Сондықтан интерференциялық суреті бар жарық көзден шыққан толқындарды екіге жіктеп, қайтадан қапаттастырып, яғни суперпозиция принципі орындалатын болса, яғни бұл интерференциялық картинаны, бейнені ала аламыз. Оның мысалдары ретінде жалпы әдістері ретінде деп қарасақ,
Юнгтың тәжірибесі, жұқа пленка, яғни жұқа қабыршақты интерференция әдісі, френельдің қос призмасы, ньютон сақиналары деген сөз, деген әдістер бұлардың жарықтың интерференцияны алудың жолдарын көрсететін әдістер. Яғни осы тәжірибелер арқылы, осы әдістер арқылы Гюйгенстің манағы жарық толқындарының толқын екенін, яғни дәлелдеп шыққан әдістер болды ең алғашқы. Енді соның біріншісі, мысалы, интерферанс бейнелерді бақылау әдістерінің бірі Юнг әдісі. Ағылшын физигі Томас Юнг жарық толқындарының кеңістікті когеренттілігін анықтаған. Яғни жарық көздің алдына кішкентай саңылау бар, S1 тосқауылды орналастырады. Жарық толқындар ол саңылаудан өтіп, бірдей фазамен бір уақытта екі кішкене S2, S3 саңылауына келіп жетеді. Бұл саңылаулар бір-біріне жақын орналасқан, жарық көзіне қатысты симметриялы орналастырылған екен. Міне осындай, мына жерде жарық толқындары S1, S2 жарық көздерінен шыққаннан кейін, олар кеңістікте бір-бірімен қосылып, бір жерлер кеңістіктің бір нүктесінде максимумды көрсетіп тұр, бір нүктесінде бір-бірін әлсіретіп өшіріп, минимумды көрсетіп тұр. Яғни қараңғы және жарық жолақтардың кезектесі орналасқан көреміз. Бұл интерференциялық картинамыз Юнгтың тәжірибесімен. Яғни бұл кезде бір жарық көзін екіге жүктеу арқылы жарықтың когеренттілігін туғызып тұр. Яғни жарық толқыны әрі монохроматты болады, әрі фазалар айырымы тұрақты болып жетеді. Яғни бір жарық көзін, немесе толқын ұзындықтары бірдей, жиіліктері бірдей деген монохроматты дегеніміз сол ғой. Толқын ұзындықтары немесе жиіліктері бірдей толқындар монохроматты толқындар. Ал екінші жағынан бұл когеренттілігінің білдіретін себеп ол фаза айырымының екі толқынның кездесу нүктесіне жеткенше бір-бірін фазалар айырымының тұрақты болып жетуі. Мынау сол Юнг әдісінің басқаша түрі сондай қылып көрсетілген. Енді қарап отырсаңыздар, осы жерде екі жарық көздің дәл ортасында келетін интерференциялық максимум болып тұр мына жерде. Кейде минимумда болуы мүмкін толқындардың кездесуіне байланысты. Яғни бірнеше толқындар деген екі толқын келіп бір-бірін өшіретін болса, жұп толқындар, үшінші толқын келіп максимум пайда болады екен. Яғни нөлінші максимум, сосын минус бірінші плюс бірінші максимум, минус екінші, минус үшінші максимум. Яғни қарап отырсаңыздар, максимумдардың реті, минимумдардың реті немесе максимумдар реті бір-біріне симметриялы орналасады. Және олар бір-бірінен бірдей арақашықтықта орналасады. Енді осы максимум аралық, мысалы, центр 0-ші максимумнан қандай да бір келесі максимумға, мысалы, 3-ші максимумға, немесе 4-ші максимумға дейін аралықты максимумдардың, яғни интерференциялық жолақтың ені деп айтамыз. Интерференциялық жолақ ені. Яғни интерференциялық жолақ ені әрбір максимумдардың бірінші, екінші максимумдардың арасында бірдей болады. Енді нөлден санағанда өзгеріп отырады. Енді нөлден біріншіге дейін, нөлден екіншіге дейін артып отырады. Амплитудасы, яғни орталық жолақта нөлінші максимумда үлкен болады. Ары қарай жарық орталық максимумнан алыстаған сайын интерференциялық амплитудасы кеми береді. Яғни жарықтың интенсивтілігі азая береді. Міне бұл Юнг тәжірибесінің, яғни Юнгтың әдісінің интерференциялық бейнені, интерференциялық картинаны алудағы интенсивтіліктің таралуы, максимум минимумдардың кездесіп толқын түрінде көрсетілуі мына жердегі. М деп отқанымыз интерференциялық максимум реті. Одан басқа интерференциялық картинаны, интерференциялық бейнені алудың тағы бір әдісі Френель әдісі. Яғни когерент жарық толқынын алудың басқа жолын берген француз физигі Огюстен Жан Френель. Ол қос призма, немесе кейде бипризма деп айтамыз. Және қос айна осыларды пайдаланып, интерференция картиналдың тағы бір әдістерін ұсынған. Бипризма, яғни әрқайсысының сыну бұрышы өте аз болып келген бірде екі призмадан тұрады, бір-біріне табандарымен жабыстырылған
Френельдің қос призмасының табандағы бұрышы доғал бұрыш болады. Ол 175 градус пен 179, кешіресіздер, 180 градус аралығында болады. Яғни жарық көзден шыққан сәуле бипризмаға түседі де, одан екі жарық толқыны S1 S2 алынады. Яғни ол сынып, сол сынудың жалған бейнелер арқылы S1 S2 жалған жарық көздерін алынады. Экранда тұрақты интерференциялық көрініс, яғни кезектесі орналасқан күңгірт ақ жолақтардың пайда болған, яғни интерференциялық картинаның пайда болғанын көреміз. Мынау бағанағы Френельдің бипризмасының түрі. Яғни мынау сол картинамыз, мына жерде де бағанағы сол картина, яғни мысалы қызыл жарық арқылы, қызыл жарық өткен кездегі Френельдің бипризмасы арқылы сондағы интерференциялық картинаның бақылануы. Одан басқа Френельдің қос айнасы деген бар. Қос айнаның жұмыс істеу принципі де мына суретте көрінгендей бірінші, екінші айналар центр 10 нүктесі болады, шеңбердің радиусы болсын десек, жарық көзі бағанағы S шеңбердің бойында орналасқан. Бірінші, екінші айналар жарық сәулесін екіге жіктейді. Яғни олар экранның бір М нүктесіне келіп жиналады дейміз. Мына жерде де S жарық көзінен айнаға келіп түскен жарықтың бағанағы шағылады. Шағылған жарықтың жалған сызықтармен S1 S2 екі жарық көзін алу арқылы мына жерде олардан шыққан жарықтың тоғысуы, яғни қабаттасу жүреді, яғни интерференцияланады дейміз, қабаттасу деген. Сонда олардың экранда интерференциялық картина алынған екен Френельдің қос айнасымен. Одан басқа жұқа пленка әдісі деген бар. Жұқа пленка әдісі су бетіне, мысалы майдың, мұнайдың, бензиннің тамшысы тамып кететін болса, ол жерде әртүрлі түске боялған сурет пайда болады. Яғни түрлі түсті суреттерді, картинаны бақылаймыз өмірде. Ондай суреттер сабынның көпіршігінде, мысалы инеліктің қанатында, осындай жерде өзіміз табиғатта көріп жүрміз көзбен. Яғни сондай бензиннің жұқа қабыршағының бетіне жарық түскенде қандай да процесс жүретінін қарастырамыз. Яғни бензиннің жұқа қабыршағы жазық параллель пластиналар, бірдей қалыңдықтағы жазық параллель пластиналардан тұрады. Пластиналар деп алатын болсақ, соның бетіне түскен S жарық көзінен шыққан сәуле қабыршақтардан өткенде бірнеше когерентті сәулелерге бөлінеді екен. Жарық интерференциясын түскен жарықтан да, шағылған жарықтан да байқай аламыз. Бензин қабыршасы қалыңдығының үздіксіз өзгеруінен жұқа қабыршақты интерференциялық сурет түрленіп отырады. Яғни бұл есептеу жұмыстарын жүргізіп, толқынның жұқа қабыршақтағы жол айырымын анықтайтын формуланы анықтап қарауымызға болады. Қарастырайық. Мысалы, мынау бағанағы пленка, яғни мында енді қабат D деп көрсетіп қойған, жұқа пленка деп қарастырайық. Жұқа пленканың қабаты D деп белгілесек, жұқа пленканың бірінші ортасы мысалы ауа болуы мүмкін, N1, яғни сыну көрсеткіші, екінші орта N2 сыну көрсеткішімен берілген. Осыған бағанағы перпендикулярға түсу бұрышы, яғни шағылу заңы бойынша перпендикуляр бетке түсірген, сосын түсу бұрышы, шағылған жарық барлығы бір жазықтықта жатады дейміз. Келіп түскен альфа бұрышпен түскен сәуле дәл сондай бұрышпен шағылады. Яғни бірінші сәуленің жарты толқын ұзындығы бағанағы пленканың бірінші қабатынан шағылып кетті, бірінші сәуле. Енді бір лямбда бөлінген екі сәуле дейік, яғни ол бағанағы қабаттың ішіне кірді. Пленканың судың бетінде тұрған май, бензин деп айтып жатырмыз ғой. Сол пленканың астыңғы қабатына өтіп, сынып барып өтеді ғой енді. Үстіңгі қабаттан астыңғы қабатқа сынып барып, екінші астыңғы қабатына өтеді, төменгі қабатына. Сол төменгі қабаттан тағы да шағылады. Шағылып, ол жерден сынып, яғни алғашқы кеткен бірінші сәуленің параллель екінші сәуле кетеді. Бұл жерде бағанағы бірінші сәуле пи фазымен кететін болса, яғни екінші сәуле, қараңыздар, жол айырымы дельтамен кешігіп, яғни бірінші сәулеге қарағанда дельта жол айырымын мен кешігіп жетеді деп айтамыз, екінші сәуле кетті. Олар барып қайда кездеседі? Экранда, яғни бақылау нүктесінде
бір нүктеде кездеседі. Енді ол бір екі сәуле емес, бірнеше сәуле ғой, сөйтіп барады да, сосын бізге бана көзімізге әртүрлі интерференциялық картинаны береді екен. Яғни өтетін жарықта, өткен жарықта, пленка арқылы өткен жарықта жол айырымы 2dn косинус бетта. Дельта деп отқанымыз бағанағы толқын жүрісінің жол айырымы дедік. Д қабыршақтың немесе пленканың қалыңдығы деп отырмыз. N мұндағы бағанағы қабыршақ затының, яғни пленканың бағанағы сыну көрсеткіші. Бетта деп отқанымыз жарықтың сыну бұрышы. Ал енді шағылған жарық болатын болса, екі жағдайы бар бұның. Өткен жарық, шағылған жарық дейтін болсақ, шағылған жарықта бағанағы жол айырымы 2dn косинус бетта плюс лямбда бөлінген 2 деген бағанағы формуламен аталады. Яғни шағылған жарықта жол айырымына жарты толқын ұзындық қосылады. Өйткені жалғанда жарты толқын жоғалады деп есептейміз. Сонда интерференция көрінісінің шағылған жарықты бақылау кезіндегі күшею шарты, яғни максимум шарты мына формуламен анықталады. Яғни 2dn косинус r плюс минус лямбда бөлінген 2. Лямбда енді толқын ұзындығы екенін білесіздер де. 2k лямбда бөлінген немесе k лямбда деп қарастырамыз. К деп отқанымыз бағанағы максимум шарты, максимум реті. Ал енді әлсіреу шарты немесе минимум шарты, бұл бағанағы мына формула 2dn косинус r, мұнда енді бағана суретте бетта деп береді ғой, r деп отқанымыз бағанағы сол сыну бұрышы. Кейде бетта, кейде r деп белгілеп атамыз ғой. Сол бағанағы жарты толқынның тақ санына тең болады. 2k плюс 1 деген тақ санына тең болып тұр. Яғни бұл бұндағы k деп отырғанымыз 0, 1, 2 арарай. Яғни бұл деген минимумдардың рет саны деп айтамыз, минимумдардың. Сонымен минимум және максимум шартын шағылған жарық. Егер де өткен жарық болатын болса, бұлар бағанағы керісінше бағанағы орындалатынына теңдеулер керісінше бағана қабылданады. Яғни бағанағы күшею шарты мен әлсіреу шарттары бір-біріне орындарын ауыстырады. Егер жарықта бағанағы шағылған емес, өткен жарық болатын болса. Енді оның барлығы практикада тағы да қарастырылады. Енді тағы бір әдіс, бұл Ньютон сақиналары. Ньютон сақиналары жұқа қабыршақтардағы, яғни қабыршақ деп отқанымыз пленка, сол интерференцияның дербес түрі. Ол жұқа қабыршақ қалыңдығының біркелкі өзгеретін жағдайында байқалады. Кейде Ньютон сақиналарының бағанағы жұқа пленка деп айтып жатырмыз ғой, айнымалы қалыңдықтағы пленка немесе айнымалы қалыңдықтағы қабыршақ деп қарастырамыз. 1675 жылы Ньютон астрономиялық рефрактордың дөңес объективі мен жазық шыны арасындағы жұқа ауа қабатының түсін, яғни қабатының бағанағы пайда болған түстерін байқалған. Яғни бұл тәжірибесінде Ньютон тығыз сығылған шыны мен объективтің арасындағы ауаның жұқа қабатының бағанағы қалыңдығы шыны мен объективтің түйіскен жерінен объективтің сыртқы шетіне қарай біркелкі ұлғая бастаған көрсеткен суретін көрсетеміз. Ньютон сақинасын пайдаланып, жарықтың толқын ұзындығы немесе белгілі сәулелер арқылы сақинаның радиусын анықтауға болады. Яғни бұл қарапайым есептеу арқылы өткен жарықтың радиусын, мәселен, ақшыл жарық сақинаның радиусын анықтауға болады. Бағанағы қара сақинаның радиусын анықтауға болады. Мынандай так, ақшыл жарық сақинаның радиусы RK, KR лямбда деп беріледі. Ал енді қара сақинаның радиусы RK 2K минус 1R лямбда бөлінген 2. R деп отырғанымыз, мына кішкентай R деп отырғанымыз, мына RK. Олар бағанағы К-сыншы сақинаның радиустары болып келінеді. К деп отырғанымыз бағана 1, 2 деп, сосын 0, 1, 2, яғни бағанағы 0-ші сақина. Мысалы, мына қара сақина 0-ші сақинадан басталып тұрады. Себебі 0-ші сақина деп отқанымыз бағанағы линза мен шынының түйіскен жерінде пайда болған сақина. Одан ары қарай сақиналар орналасады. Бірінші, екінші сақиналар кездесе кете береді. Мысалы, мына мына сақиналар ғой, Ньютон сақиналар деп отқанымыз түрлі түсті. Мысалы, көк сәуле түссе, қара, көк сәулелер. Қызыл сақина болса, қызыл жарық болатын болса, онда қызыл және қара сақиналар. Жасыл жарық болсын, жасыл және қара сақиналар. Қара сақиналар минимумдар, жасыл сақиналар максимумдар деп
осындай болып кезектесіп орналасады екен сақиналар. Енді мына бірінші формуладағы ақшыл, яғни жарқын сақинаның радиусында к деп отқанымыз банағы максимум реті деп атымыз, сақинаның реті. Максимум реті болғанда сақинаның реті. Ал енді R банағы қызыл сақина, жасыл сақина деп атымыз, түрлі түсі сақинаның реті. Ал енді R нешінші болып орналасқан? Бірінші, екінші деп кетеді. Ал R деп отқан, үлкен R деп отқанымыз банағы линзаның қисықтығы радиусы. Лямбда толқын ұзындығы. Енді қара сақинаның радиусын анықтайтын болсақ, ол мына формуламен беріледі. Мұны қарап отырсаңыздар, лямбда бөлінген 2, R лямбда бөлінген 2 тақсанға тең болады. 2К минус 1-ге көбейтеді, яғни. Бұнда К деп отқанымыз минимумдар, яғни қара сақиналардың реті ол. Шағылған жарықта банағы ақшыл жарық және қара сақинаның орналасуы керісінше болады. Мына өткен жарықта орналасуы бірінші, екінші формула, үшінші формуланда, яғни банағы шағылған жарықта болатын болса, онда олардың орналасуы керісінше болады. Қара сақинаның радиусы мынау банағы ақшыл немесе жарқын сақинаның радиусы болып қалады. Мынандай формулалары өзгеретін. Ньютон сақиналарын бақылау, яғни мына бағана айтып атқанымыз Ньютон сақиналары мынандай линза, жазық, дөңес, линза, соның түйіскен жерінде қара не пайда болады? Орталық, яғни нөлінші сақина, содан кейін бірінші сақина, қара сақиналар кезектесіп орналасады. Көк, қара орналасқан. Яғни мына линза мен шынының арасындағы ауа қабаты, яғни қалыңдығы өзгеріп отырады. Осының ауа қабатының үстіңгі және астыңғы бөліктерінен шағылған жарықтар, жарық сәулелері экранда, яғни М нүктесінде мысалы кездесіп, онда біздерге мынандай интерференциялық картина береді. Бұларды Ньютон сақиналар деп атаймыз. Енді қарап отырсаңыз, мына суретте қарап отырсаңыз, R квадрат дегеніміз R ғой, енді ED дегенді қараса, ED деген әріппен белгіленген. Сол арақашықтық, яғни ол банағы радиусын береді сақинаның. Яғни R квадрат, тікбұрышты, үшбұрышты қарастыратын болсақ, EOD деген тікбұрышты, үшбұрышты қарастыратын болсақ, R квадрат соның гипотенузасы болып табылады. Яғни біздер банағы бұрышқа қарсы жатқан катет, яғни былай десек, катеттердің, екі катеттің қосындысы, тригонометриядан белгілі, екі катеттің квадраттарының қосындысы гипотенузаның квадратын береді. Сонда гипотенуза деп отқанымыз R ғой, R квадраттан R минус D дейміз. O1-ден D-ға дейінгі O1-ді арақашықтығы, яғни R минус D деп отқанымыз D қалыңдығы, мына жерде кішкентай DO, яғни R, яғни түгелмен O1-ді ғой, содан қалың O1-R-дан D қалыңдығын алып тастайтын болсақ, онда мына жердегі кішкентай DO1 деген катетті береді. DO1 деген катетті береді. R-дан D-ні алсақ, D деп отқанымыз ол O-D арақашты қалыңдығы, банағы пайда болған ауа қабатының қалыңдығы дейік. Міне осылай банағы енді арғы жағында математика, R квадрат 2R-ді қалады. 2R-ді сақинаның мына жерде радиусын беріп тұр мынандай. Енді R сақинаның радиусы, R линза қисығының радиусы, D жазықшының бетіне, линзаның жарсынатын бетіне дейінгі арақашықтық деп белгіленген. Интерференцияның практикалық қолданылуы, бұл телескоптарда қолданылады, банағы микроскоптарда қолданылады, лазерлерде қолданылады, голограммаларда қолданылады интерференция практикалық қолданылуы. Интерференция техникада қолданылуы, бұл банағы интерферометрлер арқылы жарықтың интерференциясын зерттеу үшін қолданылатын құрал болып есептелінеді интерферометр. Яғни ол қолданылады интерферометр банағы физикада, астрономияда, метрологияда, геодезияда, басқа да ғылым салаларында қолданылады. Яғни бұл түрлері көп интерферометрлердің.
соның ішінде белгілері мысалы интерферометрлердің ішінде Майклсон, Фабри, Перо, Жармен, Линнік интерферометрлер деп қарастыруға болады. Бұлардың барлығының банағы беттің тегістігін зерттеу, тегістігін сипаттау үшін, яғни сапасын қарастыру үшін берілген беттің сапасын интерференция құбылысы арқылы, интерферометрлер арқылы зерттеп қарастырылады. Яғни қандай да бір заттың концентрациясын қарастыру үшін, толқын ұзындығын анықтау үшін, яғни сондай кездерде қолданылады деп айтамыз, техникада қолданылатын. Жарық интерференциясы сонымен физиканың қызықты, маңызды бұл бір құбылысы. Бұл құбылыс физика, оптика, астрономия, метрология және тағы да басқа геодезия, мысалы саласында да қолданылады. Радиолокацияда да интерферометрлердің дамуы, сондай-ақ көзге көрінбейтін спектрлік аймақтарда интерференциялық зерттеулерде өте маңызды. Көзге көрінбейтін деп отқанымыз электромагнит толқындардың ішінде рентген сәулелерінің интерференциясы, инфрақызыл сәулелердің интерференциясы, микротолқындардың интерференциясы дегеніміз, радио толқындардың интерференциясы, километр, сантиметр өлшенетін, нанометр, миллиметрмен өлшенетін осындай толқындардың банағы біздерде интерференциясы техникада зор роль атқарады. Радиолокацияда қолданылады. Wi-Fi біздердің келіп жатқан бана, олардың барлығында интерференциялық құбылыс пайда болады. Осындай жерлерде, астрономияда, телескоптарда деп атымыз, микроскоп арқылы зерттеу кезінде, спектроскоп арқылы зерттеу кезінде, солардың барлығында да интерференция құбылысы, яғни интерферометрлердің қолдануы, интерференция құбылысының пайда болуы үлкен маңызы зор нәрсе. Міне осымен бүгінгі лекциямыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.